Достар, біз бүгін полиция өмірін бастайтын боламыз. Полицей под прикрытием айтпақшы, біз, оказывается, осы деревень кішкене бір 100 блок жүрсеңдер, 100 блок ана жақта, сол жақта бір деревня, бір банк болған екен. Сол банктан бір житель ақша ұрлап кетті. Осы деревня, осы банкқа жақын болғаннан кейін, осы жерді қарайық деп айттық. Еще біздің бастығымыз айтты, осы деревняны қара келіңдер деді. Потом осы деревняның каждый үйін қара келік деп шештік. Мүмкін сонда болады. Еще бастық бізге айтты, 3 житель жоғалып кетті деді. 3 житель. Екі ол кедей, біреу бай ма, біреу өз. Сондай бір нәрсені басайып кеттік па? Да. Үйді қарап көрейік. Так. Полиция есікті аш. Полиция под прикрытием. Біз полиция под прикрытиеміз ғой. Неме значогым бар. Менде де значогым. Полиция под прикрытием деген білесің бе? Ол полиция формасын кимейді, білмейді ешкім полиция екен. Жай полиция, бірақ ол білдіртпеу керек қой полиция екен. Так, қыз көрейік. Так, осы. Так, жоқ, мына жер бұл тыныш үй жоқ. Мына үйді қарап көрейік. Так. Айтпақшы, осы бәрі әдемі көрініп кетті, ол шейдер, телефонға шейдер скачтың мүмкін емес деп ойлағам да өзім. Бір бауырым бар ше, сол маған көмектесіп жүрген ғой шейдер скачтау деген. Шо мен алда тұрам емес, алда Так, кет бар. Кет. Мен тексеріп жатырмын ғой жынды. Мында ештеңке жоқ. Ұрламай ештеңкені. Это собственно. Білем ғой мен полицейін, ұрламайым ғой ештеңке. Так, осы үйдің астында жоқ, мынада жоқ. Орнықты көтерді. Аяғыма құлап түсті. Так, жительдер, не істейсіңдер мұнда? Қара, жительдер, ұрлықшош житель көрген жоқсыңдар ма? Біз қайдан білеміз? Бәріміз бір-бірімізге ұқсаймыз ғой, оны екенсің. Мына үйге кіріп көрейік. Сендер полицеймен қалай сөйлесесіңдер? Немене? Жарайды. Маған өлтіруге болмайды сендер. Сундукта ештеңе жоқ. Ванная. Так, мына жерді қараш. Так, мында жоқ. Судың астында бір нәрсе ол. Жоқ, мында ештеңке жоқ. Жаман су еді. Неме мұнда малдар ішеді бе, неме сиет бе? Мал қорама кім кіріп кетті? Шын еседі. Сендер тағы бір көрейінші. Мал қорама кірген көрсем сендер. Сендер десеңіздер мен үйіне. Кеттіңдер. Сен досты алып кет осы жерден. Кешіріңіздер, мен мұнда полицей, мне значогым. Полицей? Полицей? Жарайды, қарай беріңіздер. Мені үйді қарамаңдар. Апай, неге қарамаңыз дейсіз? Жарайды, қап, болды енді. Жарайды. Так, балконда мұнда жоқ екен, мына үйде кеттік. Ештеңе жоқ па? Так, келесі үйді қара кейін. Тоқтандыр, мен осы үйді қарауға ұмытып кеттім ғой. Тоса тұршы, оны қарамай тұршы. Маған қызық емес. Ол үйде не бар? Может, опять? Жоқ, мен қарап көрейінші, сундукта. Үйде тұратын житель, кете тұратын жақсы. Жарып кеттік. Так, төсектің астын қарауды ұмытпа. Қара. Неме? Мәссаған. Мен қар ұстап тұрам, сен аш. Так, анда бір нәрсе шықпай шоң, цел-цет түсін ба? Банза! Полиция под прикрытием. Мәссі. Житель? Не осы балақай бізде повышение болатын сияқты. Динамит? Тоқ, тез қарау. Тоқта, мен ішіне қарып алайын. Сен алардың мушкаға цел-цет тұр. Алмаз бен арбалет. Так. Арбалеттен пистолетіміз ғой? Сол пистолет. Арбалет, пистолет. Какая разница? Қалай шығамыз? Давай мен ұрып жіберші. Тоқта. Давай. Қазір мен жительдер шығарам.
осы үш шетелде шығардық. Неге сендер Никфюрге ұқсайсыңдар үшеулеріңде? Қайда Никфюр? Мен автографын жазып алайын дедім. Давай, әкел қолды. Осы үш шетелде Мына шығардық. қағазға жазып беріңізші. Міне балақайын. Мен балақай емеспін. Бәрібір. Рахмет сізге. Жард, мен кеттім. Давайте кеттік. Енді бізге повышение беретін шығар, енді айтып бер. Сендер кетіңдер. Кет. Мен қайтадан құлап түстім. Все, ана жителдер шығардық. Енді біз повышение алатын болдық. Тоқта, қас. Ура, қастағы. Ой. Ол емес екен. Ура! Ура, алақа, повышение алатын болдық. Ал барлықтарына салыңдар, достар. Салыңдар барлықтарына, салыңдар. Пока-пока. Мүмкін біз повышение аламыз. Күшті. Я шайдер деп соны айтсаш.